Басқа сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз. Бола алмаймыз ғой енді. Аралысуға конкурент бола алмаймыз. Мен деп атқаным ғой, болса айтатын шығар, енді каналдың қарсысында одан кеше конкурент қаттырақ толтырмай мейрамбектер өткен айқайласып қойды, арада әкімшіліктен келіп күшіміз келмей жатыр дейді. Біз халыққа тектокқа шығып кәсіпкерін баса берсін, бірақ соны қарап қойыңдар деп отқан. Abi онда үлкен емес, аналар страшно біреу суретке түсіріп алып енді білесің ғой, желіге салып жіберіп айқайлап қалды. бізде өзіміздің мекеменің машиналары тасиық. Бокстар бандырақай жалдамаймыз. Сосын біз шағын ғана. 23 мың. Ана кәсіпкер жібереке болсын. 23 мың деген не? Төртеуді көріп сөйтіп. Бізден басқа не дейміз, бір ауыздан қабылданды дейік, жаңағы экологиялық жоба бұл тек қана салық туралы емес, жаңағы басқа да не, ол депутаттардың темасын біз қозғай алмаймыз, бірақ біз тек экологиялық жоба. Рұқсат етсеңіздер, бір ауыздан төраға соңғы өзіңіз Дұрыс, оң болсын. Енді жаңа экология кодексі бойынша осындай халық пен қоғамдық тыңдау өтсін деген ғой. Енді бұл кісінің несін тыңдадық жаңа. Енді ішінде айтпай қалғандары да бар шығар, енді кемшіліктерде жұмыс бастағаннан кейін шығады ғой. Зылиха апамыз көппен аз сөзмен айналысып жүр ғой. Оң болсын талаптарыңызға. Ауылдың халқын жұмыспен қамтиын деп жатсыз. 10 семья болса да, 20 адам болса да, оң болсын талаптарыңыз. Осы кенмен айналысу кезінде, осы тек халыққа зардап тимесе болды. Тасымалдау, қазу, ана жұрттың мал жаятын жерінің бәрін ауыр техникалармен езбеу, онда өсімдіктер бар деген сөз. Жолдың бәрін қиратпай, өздеріңізге жол тартып алыңыздар. Экология кодексі бойынша оны шаңдатуға болмайды, соны тасымалдау барысында. Сондай ғой халықтың ұсынысы. Өзін жаңынан кісілер айтып жатыр. Салықты да бізге түсірсе деп, ол да дұрыс. Тіпті жаңа қорғанда емес, осы ауылға тіркеп қойсаңыз, мекемеңіз тіпті жақсы болар еді. Салымыз бәрі бізге түсіп. Онда жол табылған. Мүмкіншілік болса, бір аптаға болса да ашып берсеңіз, қанша? Сүлдірістен, аралдан ғана істей аламыз, сүлдірістен мүмкіншілік болмайды. Өйткені арал... Төраға емес енді осы. Ағамызда бір ауыз тілегін айтып жіберсін. Осы қоғамдық кеңес мүшесі, ауылдың жанашырлары. Жолды, мүмкіншілік болса, жолды білдірмеуге атсалысыңыздар. Өйткені Мейрамбек қазғанда айқай жоқ. Өйткені әр осыке 8 тоннан тиейді, не істейді екен, ұқтап береді екен. Сонымен олар өздерін білестіріп олды. Қоламен тасыды, жолды бүлдірді, адамдар келді, айқай болды, ертең мына жолға бүлдіріс болатын ертең. Біз жолда түзей алмай жатырмыз, сіздер бүлдіріп жатыр дейміз. Сол жолға шамалы өздеріңіздің нормаларыңызбен тассаңыздар, жолды бүлдірмей, мысалға 8 тонға шамазбен тассаңыздар, 16-20 тонн болса, ретмен деп жатқанымызға әр нәрсені. Жолда өзінің есіне шығып тұр, болып тұрған жол ғой енді. Соған әйтеуір ауылдың жолы авария болмаса дейміз, ауылдың жолы жақсарса дейміз, салып береміз деп жатыр, енді салып бергенмен оны ертең тағы салып отса, сіздер дұрыстасып тағы бүлдіресіздер. Сондықтан әйтеуір сол жағына қарасаңыздар жаман болмас еді. Ауылдың барлығы да әйтеуір жақсылығы біздің тілейтініміз. Оң болсын талаптарың. Аманшылық болсын әйтеуір, тек қана халықшылық қызмет жасай беріңіздер. Аманшылық болсын. осымен енді қаратып бересіз, рұқсат болса. Осымен жиынымызды аяқтаймыз. Барлық қатысушыларға рахмет. Аралдан қол көтеріп қолдасақ. Қолдаймыз. Рахмет барлықтарыңызға, қатысқандарыңызға. Бір-екі минут уақыттарыңызды алайық. Бізді де адамдар жиналып тұрғасын, пайдаланып қалайық.